В общем, киімді тыққып алдық. Бірақ кішкене настроение болмай тұр. Просто мына жерге соңғы рет бір кісілермен келгем ғой. Сөйтіп кішкене флешбек болып келіп қалдық. Бүгін қасымда Диас. Жақсы. В общем, сол. Бүгін кішкене бір аттың басын жерге кіріп тұр. Мен қарын машинасы просто. Махаббатқа тойып отырмын. Адам аштан өлмейді. Махаббаттан өледі. Осыдан ше, жоқ, мәселе салсаңыз жоқ дейді. Жоқ дейтін едім осы уақытқа. Потому что бұл кісі андай өзіне көп алады да, андай жоқ дейтін едім бір бәле деп қой. Бұл кісі де сіз не өзіңізге көп алып уверен болып отырсыз? өзім уверенный жігітпін ғой негізі. Мен де өзіме сенемін. Болды ғой енді. Онда сенімділікпен жарыспадық па? Жарысамыз. Басың айналып жатқан жоқ па дағы? Жоқ. Скоро айналып жатпасы біткен кезде. Оқып алмайтын шығарсың. Маған өтпейді, мен аяттың кірсі оқып шығамын, мен сен таңертең күнде жатарда. Мен түрім түлкіге ұқсаймын. Әшейін ғой. Әшейін енді ұқсамайды ғой деп жатырмын ғой. Бір андай жоқ қой, ой алла. Кеше Барыс мырзаның көзін жоқ қорғап атқанға. Мен кіммен отырмын деп қарап қалдым ғой. Мен қорғайтын адам бар екен ау деп. Просто басқалар тиіссе, конечно, не приветствуется такое, типа неприятно, да? А өзім тиісе беремін ғой, ойным деп. Андай да, біреу ренжітсе саған айтамын, сен ренжітсең кімге айтамын болып тұрмасың да? Маған айтасың ғой, ойным. Өзім айтып, өзім ренжіп па? Жүрек көрсетіңізші деп айтырсың, жүрек көрсетіп. Бойларым қанша? Менікі 163, 164, 165 үшеуіне көрсетіп тұр, әр жерде. Әдемі жүрсің, біз жұп емеспіз ғой? Кішкене таныспыз ғой? Тойлары қанша дейміз. Ағыр Кесержан тойлары енді жақында. Вай, шедевр. Обижаешь. Жоқ, ол мынандай фонда көрінеді. Қандай фонда көрінеді. Қолым судырып қалды, андырсың. Ай, Ашылмай қалды. ашылмай қалғым, қуасың ба? Ашылсың. Настройка істемей қалғым ғой, білгенше. Шош кеткенсің. Нерв болып кеткенсіз ба? Иә. Бүйтіп ұстап тұрсың. Ашылмайды. Бүйтіп жібере салған десем, ашылмай қалғым ғой. Қуады екен. Үйге барғасын сөйлесеміз. Қорқып кеткенсің. Аттаған өсектеп, аттаған анағына келгенде жай ғана доспыз. О, мен чемоданымды алып кетті. С собой ма?
көре алмайсың оны бәрібір. Екеу алдың ба не сен? Жоқ, біреуін таңдаймын ғой. Чемодан? Иә. Андай. Ішіне өзім саламын да, бүйтіп жабамын да, лақтырып жіберемін өзім. Осы прикинь. Иә. Прикинь, жаңа бүйтіп жүрек істеп отырғанмын ғой. Қолым істемей қалған ғой, прикинь. Бүйтіп ашайын десем ашылмайды. Ұрып қалпына келтіріп алғасын. Сөйтіп ұстап тұрған ғой, істемей қалған, ашылмай қалған ғой, прикинь. Ашылмай қалды. Мына жерінде андай Сіңірі тартылып қалды. жоқ, ана великтің ортасында подшипниктер болды, сол жерде подшипниктер кішкене майлау керек ау мына жерде. Karena Zain'an dürün sapireyim bak. Қалайша? Бір қасыңыз көтеріңізші. Бір қасың ма? Қолсыз. Қолсыз ғой. Өзіңіз істей алмайсыз ба? Өзіңіз істей алмайсыз ба? Магиша. Сен бүйтіп істеп аласың ба? Бүйтіп істесең бар ғой, любой желаниеңді андай қарап бересің. Кен, былай көрсетіңізші. Жоқ, былай көрсетемін деп. Жоқ, ана камера көрінбейді. Это не так. Екі ерінді аласың да ортасына қысасың ғой, короче. Трубочкамен көп су ішкен сау, иә. Әшейін. Қасқа көбеймеген ғой. Көбейім. Осыны қалай істей алмайсыздар, ол болмай нәрсе ғой. Ана ботекс салған қыздар вообще қиын шығар ғой. Қимылдамайтын шығар еріндері. Мынандай да істей алмаймын мен. Наш сделаешь ма? Ты должен 10 халат расшить. Қазір. Нелер жеп отыр. Күтім келіп тұр. Не уловишь, не докажешь. Так сделаешь. Может это убрать? Получается, смотри. Братан, 3800 адам жауып қалдым. Мынаны бер. Все, нормально. Сейчас меня покормят. Рахмет. Это нам, это тебе. Нан бер ма? Наны біз екеуміз жейміз, мынау саған. Аха. Стипендия түскен кезде осылай жүресің. Әшейін жүресің, әшейін. Стипендия түсіп, күншілік жоқ болсаңыз. Бір экспресс қойшы. Мен бұрын стипендия көп нәрсе алатынмын ғой. КП тамақтан, КП тамақ деген атымен жоқ, чисто керешки дасың ғой, короче. аяқ киім, сезонның кәдімгі киімдерін алып жүретінмін ғой. Қалай жеткізіп, еще күнде универге барып келуім обед ужин Стипендия алмаған бұл не вообще? Мен 2 рет стипендия алғанмын, болды. Мен дос балам. 15 мың деген 2 рет алғанмын. Дос балам оқуға тек дейді ғой. Бір курс жоғары былайша айтады ғой. Бірінші семестрде стипендияңды алып одан кейін бөлмейсің дейді ғой. Натуре солай болды. Бірінші курстың бір семестрін алды, стипендия қалды. 3 ай ма 4 ай. Одан кейін алған. Баяқ айтпақшы болған шашымды боядым ғой. Я қандай қара шашқа боядым. қандай еді? Тонировка. Қоңыр еді, Жоқ, жоқ, просто андай кішкене қаралау қылдым ғой тонировка. Чтоб андай аяқ киіммен, шалбарыммен бірдей қап-қара болып тұратын. Шашым кішкене мына жерлері Қосаяққа барғалы кішкене ағара бастапты да, шет жақта. Бекер бардым Қосаяққа. Бекер бардым Қосаяққа. Бекер бардым. Ақшаның жоқтығы қолды байлайды деген. Атақ бар. Атақ бар, абырой бар, ақшаның жоқтығы қолды байлайды деген. Әкем айтып еді маған. Әкем айтып еді маған. Айтты ғой әкем барма деп, барма деп. Өкінем әлім дейді, тыңдамаған өкінді сол.